Сәлем, сәлем. Сені биология сабағында көргеніме қуаныштымын. Сабақты бастар алдында давайте шағын бір танысып алсақ. Есімім Берік, биология пәнінің мұғалімімін, ұбт экспертімін. Жалпы осы ұбт саласында 4 жылдық тәжірибем бар. Осы уақытқа дейін мен жеке меншік мектептерде, онлайн курстарда, офлайн курстарда жұмыс жасадым. Осындай үлкен тәжірибем бар. Осы уақытқа дейін 2,5 мың оқушыны ұбт-ға дайындаппын. Өзім мамандығым бойынша Сүлейман Демирел университетін аяқтадым. Мамандығым бойынша биология пәні мұғалімін. Ендеше дайын болсаң ыңғайланып отырып ал, біз бүгінгі сабақты бастайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қан топтары туралы болады. Ендеше саған сұрақ: сен өз қан тобыңды білесің ба? Егер өз қан тобыңды білмесең, жергілікті емханаға барып қан анализдерін тапсырып, өзіңнің қан тобыңды анықтай аласың. Егер өзіңнің қан тобыңды білсең, молодец, жарайсың. Жалпы қан тобы мына жерде осындай латын әріптерімен немесе рим цифрларымен көрсетіледі. Біз қазір осы әскери адамдардың формасын сыртынан олардың қан топтарын көріп тұрмыз. Енді саған сұрақ: осы қан тобын білудің адам үшін қандай маңызы бар? Қалай ойлайсың? Не үшін біз қан топтарымызды білуіміз қажет? Себебі біреу ғана, ол қан құю үшін. Жалпы кезінде адамдар қан құюға болатын білмеген. Соның нәтижесінде соғыс болған кезде немесе белгілі бір жарақат алған кезде, адам көп қан жоғалтқан кезінде оған қан құюға болатын білмеді. Көп қан жоғалтқан адамдарды енді спасти невозможно деп, ол адамдар жанын сақтап қалу мүмкін болмай жан тапсыратын. Уақыт өте келе адамдардың жанын сақтау үшін бір тәжірибелер жасалды. Адамдарға ең алғаш рет жануарлардың қанын құйып көрген болатын. Әрине адам басқа, жануар басқа, қандар бір-біріне сәйкес келмейді. Нәтижесінде бұл тәжірибелердің барлығы сәтсіздікпен аяқталды. Уақыт өте келе науқас адамдарға адамдардың қанын құйып көрді. Тоже бұл тәжірибелердің барлығы бастапқыда сәтсіз болды, бірақ 1901 жылы бір адамның қанын алып, екінші адамның қанымен әрекеттестірген кезінде олардың сәйкес келмейтіні анықталды. Нәтижесінде оның қалай сәйкес келмейтінін анықтаған Карл Ландштайнер болып табылады. Ол екі түрлі адамның қанын алып бір-бірімен қосты. Нәтижесінде олардың қандары, нақтырақ айтқанда қанның құрамындағы эритроцит жасушаларының бір-бірімен жабысып қалып, осылай бір қанның ұйып сгусток түзгенін көрді. Оны әрі қарай зерттеген кезде осы адамдардың қанының құрамындағы эритроциттерінің әртүрлі екендігін анықтаған болатын. Осыған байланысты Карл Ландштайнер адамдардың қандарын топтарға жіктеді, яғни ұқсастық топтарға жіктеді. Осындай тәжірибенің нәтижесінде қазір кезінде адамның қан тобын білу арқылы адамға әртүрлі ота жасалады, адамдардың жанын сақтап қалуға болады. Жалпы қазір кезде әлемде адамдардың 4 түрлі қан тобы бар. Қанның тобы сол қанның құрамындағы эритроцит жасушасына байланысты. Нақтырақ айтқан кезде сол эритроциттің үстінде орналасатын арнайы нәруыздар болады. Сол нәруыздарға байланысты адамның қан тобы 4 топқа жіктеледі. Енді осы нәруыздармен жақынырақ танысайық. Эритроциттердің үстінде орналасатын нәруыздарды біз аглютиноген деп атаймыз. Аглютиноген деген нәруыздар осы эритроциттің үстінде орналасатын нәруыздар. Ал қанның плазмасында болатын сол аглютиноген тәрізді екінші бір нәруыз бар, оның аты аглютинин деп аталады. Ол аглютиногенге наоборот болады. Қан топтарын жалпы біз рим цифрларымен белгілейміз, немесе эритроциттің бетінде орналасатын сол аглютиноген нәруызына жауапты ген таңбаларымен көрсететін боламыз. Ендеше қарайтын болсақ, бізде бірінші қан тобы, яғни біз оны рим цифрымен көрсетіп тұрмыз, оған ешқандай аглютиноген сәйкес келмейді. Себебі бірінші қан тобының үстінде ешқандай аглютиноген болмайды. Назар аударатын болсам, фотода бізде бірінші қан тобы. Үстінде ешқандай аглютиноген жоқ, эритроцит үстінде. Ал екінші қан тобы, оның үстінде А аглютиноген орналасады. Мына суретке назар аударсақ, бізде екінші қан тобы болады. Яғни А аглютиногені орналасқан. Үшінші қан тобының үстінде Б аглютиноген орналасады. Бұл екінші қан тобына наоборот болады. Б аглютиноген бұл яғни сол геннің таңбалары. Ал төртінші қан тобында А және де Б2 аглютиногеннің екеуде орналасқан болып табылады. Ал мұны бізде аглютининдер астында тұрған. Енді назар аударайық. Яғни бірінші қан тобында ешқандай аглютиноген болмайды, эритроциттің үстінде еш нәрсе болмайды, бірақ қанның плазмасында А және Б аглютининдер болады. Фотода мына жерде көрсетіліп тұр. Мынау бізде А аглютинин, мынау бізде Б аглютинин
болады. Яғни екінші қан тобында Б аглютинин болады, яғни наоборот қарайсың аглютиногенге, ал үшінші қан тобында А аглютининдері болады. Ал төртінші қан тобында ешқандай аглютининдер болмайды. Енді осы кезде аглютиногендердің орналасу жиілігіне байланысты гомозиготалы болады, егер екеуі де үлкен А немесе екеуі үлкен Б болса, аглютиноген бұл кезде гомозиготалы болады. Егер қасында біреуі осылай 0 болып тұратын болса, бұны біз гетерозиготалы қан тобы деп атаймыз. Бұл қасиет жалпы екінші және де үшінші қан топтарына сәйкес келеді. Енді қан тобы егер қан құйған кезінде сәйкес келмейтін болса, эритроциттер бір-бірімен не істейді? Жабысып қалады. И бұл процесті аглютинация деп атайды. Плазма нәруыздары бұл кезде антидене тәрізді әсер етіп, олар бөгде эритроциттерге антигендер деп қабылдап, олар біздің жауымыз деп қабылдап, бөгде эритроциттерге жабысып қалып, оларды бір-бірімен жабыстырып тастайды. Нәтижесінде жабысқан эритроциттер, яғни мына аглютининдер аглютиногенге жабысады да, нәтижесінде қанның құрамында қан ұйық, яғни сгусток пайда болады. Ол оттектің тасымалдануына кедергі келтіреді, себебі қанның барлығы біздің денемізде тамырдың ішімен ағады. Сонымен тамырдың ішінде тромб түсіреді, нәтижесінде эритроциттер қозғалмай қалады, оттек миға, қажетті дене бөлімдеріне, мүшелерге жетпей қалады да, адам жан тапсырады. Вот сондықтан адамның қан тобын дұрыстап құю өте маңызды болып табылады. Тек қана не только қан құюда, бұл жерде адамның органдарын қойған кезде де, перисадтық кезінде де осы қан топтарына назар аударады. Енді осы қан құю процесіне керек, жалпы қан беруші адамды біз донор деп атаймыз. Донор емес, донор дейтін ол жейтін тамақ қой. Донор деп атаймыз, ал қан қабылдаушы адамды реципиент деп айтамыз. Донордан қан алған кезде шамамен 200-300 мл қан алынады, себебі адамның өзінде максимум 5 литр ғана қаны бар. 200-300 мл қан алынады. Бірінші қан тобы бұлар бізде әмбебап донор болып келеді, себебі олардың үстінде ешқандай аглютиноген орналаспаған, олардың қанын кез келген қан тобына беруге болады. Сондықтан біз оларды әмбебап донор деп атаймыз. Ал төртінші қан тобы кез келген топтың қанын қабылдай алады, оларды біз әмбебап реципиент деп айтамыз. Ендеше осы қан құю процесі саған түсінікті болу үшін мына бір видеоға назар аудар. Кеттік. Бұл бізде бірінші қан тобы плюс. Бұл жерде плюс деген резус факторға қатысты. Қазір резус фактор деген нәруызға да өтетін боламыз. Бірінші қан тобы плюс, тек плюстарға береді, ал минус барлығына қанын бере алады. Екінші қан тобы плюс, ол екінші қан тобына береді өзіне, и төртінші қан тобына қанын бере алады. Ал екінші қан тобы минус резус фактор, олар екінші қан тобы плюсқа да, минусқа да, 4 плюс 4 минусқа да бере алады. Үшінші қан тобы байқасаң тек қана 3 пен 4-ке ғана қанын береді, ал үшінші қан тобы минус, ол 3 пен 4-тің плюс минусына да барлығына бере алады. Ал ең соңғысы бұл төртінші қан тобы. Төртінші қан тобы плюс өзінің қанын тек қана төртінші қан тобы плюсқа бере алады. Сондықтан байқайтын болсаң, төртінші қан тобы плюс барлығынан қанды алады, бірақ тек өзіне ғана қанын бере алады. Ал бірінші қан тобы минус, бұл бізде барлық топқа өзінің қанын бере алатын қан тобы. Сондықтан бұл барлығына бере алады. Жалпы бірінші қан тобы әмбебап донор деп аталады, және бірінші қан тобы минус әлемде өте реткі кездесетін қан тобы. И оған тек қана бірінші қан тобы минусты ғана ол қабылдайды. Енді саған осы қан тобына байланысты есептер келуі мүмкін, жалпы қанның берілуі түсінікті болса, енді есептерге назар аударайық. Әкесінің қан тобы 1 дейді. Әкесінің қан тобы, біз мынандай қан тобын G дейтін әріппен көрсетеміз, үстіне 0 деп жазамыз. Бұл бізде бірінші қан тобын мағынасын білдіреді әкесінікі. Ал анасыныкі төртінші қан тобы GA, GB. Нәтижесінде GA мен G0 қосады. GA, G0, G0 мен GB қосады. GB и G0. Нәтижесінде бізде екінші қан тобы, үшінші қан тобы гетерозиготалар пайда болады. Түсінікті ғой, бұл жерде ешқандай жыныспен тіркесіп тұқым қуалау, ұл қыз немесе доминантты рецессивті деген болмайды. Бұл жерде тек осы бар варианттарды не істейміз, бір-бірімен қосып комбинациясын жасап шығаратын боламыз. Сол кезде келесі ұрпақтың қан тобы қандай болады, соны анықтауға болады. Екінші есеп, қан тобы әкесінде үшінші қан тобы дейді. Үшінші қан тобы. Ал анасының қан тобы 1 дейді. Анасының қан тобы 1. Нәтижесінде болатын балаларының қан тобы GB мен G0 қосылса, GB, G0 и GB мен G0. Байқасаң, гетерозиготалы үшінші қан топтары пайда болып тұр екеуде. Бірақ
әкесінікі гомозиготалы болды, ал балаларынікі гетерозиготалы болып тұр. Ал енді келесі үшінші есеп, әкесінің қан тобы екінші топ гетерозиготалы. Назар аударсаң, гетерозиготалы деп есепте беріліп тұр. Егер берілмейтін болса, есептің берілуі басқаша болады, шешімі басқаша болады. Екінші қан тобы гетерозиготалы деген GA, G0. Ал анасының қан тобы үшінші топ гетерозиготалы. Нәтижесінде балаларының қан тобы қандай болады? GA мен GB қосылады. GA, GB. G0 мен GB қосылады. GA мен G0 қосылады. И на соңғы екеуі қосылады. Нәтижесінде қарайтын болсаң, А, Б келетін болса, бұл бізде төртінші қан тобы, мынау бізде үшінші қан тобы, мынау бізде екінші қан тобы, мынау бізде бірінші қан тобы болады. Байқасақ, барлық қан топтары бар. Қай кезде егер әкесі мен анасында гетерозиготалы үшінші қан тобы болатын болса. Сондықтан есептің берілгеніне қараймыз. Егер мына жерде үшінші қан тобы гетерозиготалы деп берілген кезде, бір ұрпақ не болатын еді? Бірінші қан тобы болып кететін еді. Дұрыс па? Сондықтан есептің берілгеніне мән береміз. Сенен не нәрсе сұралып тұр? Не нәрсе сұралып тұр, қандай жағдай болып тұрғаны. Енді келесі қан топтарынан кейінгі нәруыз эритроциттердің үстінде болатын осы агглютиногеннен басқа нәруыз бар. Бұның аты резус фактор деп аталады. Немесе осы RH дейтін әріппен көрсетеді. Осының аты резус фактор деп аталады. Заманауи медицинада қан құю кезінде кері салдарын төмендету үшін қан тобына ғана емес, осы резус факторға да мән береді. Егер адамда резус фактор нәруызы болатын болса, резус фактор плюс болады. Егер болмайтын болса, резус фактор минус болады. Жалпы Азия елдерінде 99% адамда резус фактор плюс, ал Европа елдерінде 75%. Сонда байқайтын болсаң, Азия елдерінің көп адамдарында резус фактор плюс кездеседі, ал резус фактор минус, яғни резус фактор нәруызы жоқ адамдар өте реткі кездеседі. Енді резус факторға ескеретін нәрсе бұл резус конфликттік. Жалпы адамның қанын құйған кезінде бірінші қан тобы резус фактор плюстың қанын бірінші қан тобы резус фактор минусқа беруге болмайды. Бірақ бірінші қан тобы резус факторының минусын беруге болады. Себебі резус фактор деген нәруызға егер плюстың қанын минусқа құятын болсақ, минустың денесі оған жатырқайды, біліп қояды. Что-то бір басқа бір антиген кіріп кетті ғой бізге деп, Сондықтан резус фактор минусты беруге болады плюсқа, бірақ плюсты минусқа беруге болмайды. Енді осы кезде резус конфликттік дейтін нәрсе бар. Егер анасымен, яғни бұл ерлі-зайыптыларға қатысты, егер анасының қаны резус факторы минус болатын болса, ал баласының қанында плюс болатын болса, яғни анасының қан тобы минус болып кетті. Яғни анасының резус факторы минус болып тұр, ал әкесінікі плюс болатын болса, сол әкесінікі плюс болған нәтижесінде баласында плюс болып тұр. Осы кезде резус сәйкессіздік дамиды. Бұл кезде қалай болады? Бұл кезде жатырда, құрсақта өсіп жатқан балада резус фактор плюс нәруызы бар, ағза, әйел адамның ағзасы осы резус фактор плюсқа қарсы антидене түсіп бастайды. Қауіптілігі шегі босану кезінде басталады, яғни плацента тамыры үзілген кезінде, ана мен баланың қаны араласқан кезінде, ананың қанының құрамындағы резус фактор плюске қарсы антиденелер балаға әсер етуі мүмкін. Яғни осындай бір қаупі бар. Ана ағзасындағы эритроциттерді жоюға бағытталған антиденелер, яғни баланың эритроциттерін жоюға бағытталған антиденелер, яғни иммунитет тәрізді әсер етеді. Бұл процесті бізде резус конфликттік деп атайды. Резус конфликттік тек қана осы жағдайда болады, яғни анасында минус, әкесінде плюс болатын болса. Егер анасында плюс, ал әкесінде минус болатын болса, немесе екеуінде де плюс, немесе екеуінде минус болатын болса, бұл кезде ешқандай конфликт болмайды. Конфликт тек қана осы жағдайда болады. Бұл бізде резус сәйкессіздік деп аталады. Нәтижесінде болатын ауру гемолиздік сары ауру деп аталады. Гемолиздік сары ауру деп аталады осы аурудың аты. Сонымен оқушым, біз бүгінгі сабақты бір жеңіл түрде, оңай түрде қан топтарын бір талдап өткен болатынбыз. Біршама ақпарат ала алдың ба? Бүгінгі сабақ саған түсінікті бола алды ма? Егер бүгінгі сабақ саған ұнаса, түсінікті болса, осы видеоның астына чатқа жазып жіберсең, түсінікті болды, ұнады деп, немесе ұнаған болса, осы видеоның астына комментарийға лайк қойып кетсең, лайк қойып комментарий жазып кетсең, түсінікті болса. Енді саған бір сұрақ қойайын. ұбт-ға дайындалып жатсың ба?
иә, жалпы 11 класс болсаң, 10 класс болсаң, или дайындалып жүрсің, бірақ нәтижеңді көре алмай жатқан оқушылар бар ма? Егер сондай оқушылар болса, давайте астыға жазып кетейік. И мен саған қазір түсіндірейін, неге кейбір оқушылар шынымен өте көп дайындалса да результат көрсете алмай жатады, ал кейбір оқушылар шамалы дайындалып та результат көрсетеді да. Яғни бұл жердегі негізгі себеп, яғни кейбір оқушылар шамалы ғана дайындалып нәтиже көрсетеді, себебі біреу ғана, оның жауабы ол жүйелі дайындықта. Әрине, аз ғана дайындалып өте үлкен результат көрсетуге келмейді. Бәлки кейбір пробныйларда бір удачный болып кеткен шығар, бірақ үлкен жетістіктер олар үлкен еңбектің артында тұрады. Бірақ негізгі осы еңбектенуге негізгі себеп болатын бұл жүйелі дайындық. Егер сен қанша жерден көп еңбектен, қанша жерден көп күні түн сабақ оқы, бірақ сенде егер бір жүйелік болмайтын болса, белгілі бір жоспар болмайтын болса, нақты мақсат болмайтын болса, сен бір айдалада белгілі бір нақты бір мақсат қойылмаған, бағыт анықталмаған бір машина тәрізді немесе бір үлкен океанда жүрген бір кеме тәрізді айналып жүресің. Сондықтан саған ұбт-да ең маңызды әсер ететін фактор бұл жүйелі дайындық. Яғни әрине ерте дайындалған абзал, жақсы, бірақ жүйелі дайындық ол бәрібір жеңіп шығады. Бұл жерде әртүрлі мифтер бар. Ой, өзім дайындала салам, өзім мықты жүйе құра салам, өзім оқи салам, биологияны жаттай салам, биология түсінікті, понятно да, бірақ олай емес, бұның барлығы миф. Егер оңай түрде бәрі оқып алатын болса биологияны, бәрі биологияны спокойно оңай түсінетін болса, неге қан топтарынан есептерді көп оқушылар шығара алмайды? Себебі бәрібірде бір жүйе, бір ережелер қажет. Себебі оның барлығы тек қана миф. Егер оңай болатын болса, неге бүкіл оқушылар биологиядан 40+ алмайды деген сұрақ. Енді осы кезде саған жүйелі дайындалу үшін мына нәрселер қажет. Саған кері байланыс керек. Үнемі саған өзіңнің қателіктеріңді, қай жерден қателестің, қай жерде саған реттеу керек, қай бағытыңды сені күшейту керек, саған үнемі кері байланыс беріп отыратын қасыңа бағыт-бағдар беруші адам қажет, ең бірінші. Екінші, қатемен жұмыс жасау керек. Өзіңнің қандай қателерің бар, қай тақырыптарды білмейсің, соларды реттеу қажет. Үнемі саған қадағалау қажет. Егер қадағалау мықты болса, неге барлық оқушылар өздері сабақ оқымайды? Үнемі қадағалау қажет. Үшіншісі, ағалық әпкелік қолдау керек. Төртіншісі, ортақ мақсат қоятын саған бір орта қажет. Себебі сен өзің ғана бір үйде не оқитынды, қалай оқитынды, қашан оқитынды білмесең, саған ол үлкен қиын. Сен ол кезде прокрастинация жасап, ұйықтап жатып қаласың. Сондықтан үнемі стабильны, жүйелі дайындалу үшін саған осы нәрселер қажет болады. Осы нәрселермен сен үлкен жетістікке жете аласың. Ал осылардың барлығы біздің курста бар. Енді саған сұрақ: дайындығыңды бізбен жасағың келеді ма? Егер дайындықты бізбен жасағысы келетін оқушылар болса, давайте астыға осы видеоның чатына мен деп жазып кетсеңдер, немесе астыға комментарийге мен деп жазып кетсеңдер. Дайындықты бізбен жасағысы келетін оқушылар бар ма екен? Біз көрейік. Егер дайындығыңды бізбен бірге жасағың келсе, мен саған биология курсы туралы қысқаша айтып өтейін. Біздің биология курсы 120 видео сабақтан тұрады. Каждый видео сабақтан кейін 120 дайын конспектін береміз. Себебі сен өз уақытыңды үнемдеу үшін. Әрбір сабақтан кейін 120 тақырыптық тесттер болады, апталық эфирлер болады, жұптық жұмыс, зачет, барлығы біздің курста толығымен қамтылған. Курстың ұзақтылығы жалпы 5 ай. Яғни толық биологияның ұбт спецификация бойынша барлық тақырыптар қамтылып 120 видео сабақ, 9 бөлім жасалды. Бұл өте көп ақпарат, өте көп еңбек, өте көп жұмыс. И біз бұл жұмыстың бағасын қанша деп ойлайсың? Біз бұл жұмыстың бағасын осындай сумаға қойдық. Егер сен 11 класс болсаң 145 мың теңге, биология, химия пәнін алатын болсаң, тоже 145 мың теңге. Қасына мат сауаттылығы мен оқу сауаттылығы бірге бонусқа жүреді. И және де Қуаныш ағайдың ұбт-дан 30 нұсқа кітабы сыйлыққа беріледі. Ал егер 10 класс болсаң, сендерге химияның бағасы 195 мың болады, биологияның бағасы 195 мың болады. Егер екеуін бірге алатын болсаңдар 295 мың, және де осылай теориялар жинағы сендерге кітабы сыйлыққа беріледі. Қараңдар, себебі бұның барлығы үлкен еңбек, үлкен жұмыс. Ал егер сен қазір осы эфирді көріп отырсаң, сендерге арнайы бір күшті ұсынысымыз бар. Өте керемет жеңілдігіміз бар. Осы жеңілдікпен сендер 50 мың теңгеге жеңілдікпен біздің курста аласыңдар. Дәл осындай бағаға 195 мыңның курсы сендерге 145 мың теңгеге, комбо курстар 295 мыңдікі 245 мың теңгеге, дәл осылай аласыңдар.
Бұның барлығы бізде 23 күні жаңа ағым басылады. Соған дейін тіркеліп үлгерсең, осы жеңілдіктер сақталады. Және саған мат сауаттылығы мен оқу сауаттылығы бонусқа беріледі. Тіркелу үшін төмендегі кнопканы бас, кнопка басылмаса, осы номерге ютубтан немесе берік ағайдан деп жазатын болсаң, саған осы жеңілдіктер сақталады. Сонымен осы жеңілдіктерді алып үлгерсең болады. Біз сонымен бүгінгі сабақты аяқтадық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз биологиядан қан топтары туралы болды. Егер видео ұнаған болса, біздің YouTube парақшамызды тіркеліп, парақшаны достарымен бөлісіп, YouTube'ты достарымен бөлісіп, астыға өзіңнің жауап лебіздеріңді, комментарийіңді жазып кетсең. Сонымен оқушым, біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Өзіңнің уақытыңды арнап көргенің үшін рахмет. Ақпараттардың барлығы пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақта көріскенше.